Арнаға қош келдіңіздер. Лайк басып пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Оқжетпес пен қайлас. Мәңгілік магнит. Оқжетпес пен қайлас арасында көрінбейтін көпір туралы ғаламдық ақиқат. Әлемнің екі нүктесінде мыңдаған шақырымдармен бөлінген екі алып антенна тұр. Бірі Гималайдың жүрегіндегі қайлас, екіншісі Бурабай төсіндегі Оқжетпес. Бұл жай ғана таулар емес, бұл ғаламдық энергияның порталдары. Олардың арасындағы ұқсастық географиялық емес, метафизикалық байланыс бар. Тылсым, ортақтық. Ешкім білмейтін ғаламдық құпиялармен бөлісейік. Ғаламнан зерттеп. Әрі жоғарғы әлем Бурабай мен қайласқа қатысты ақпараттар беруде қазір. Тірі тастардың тынысы. Оқжетпес құрғақ гранит үйіндісі емес, ол тірі тастардан құралған ағза. Оның тастары қайлас секілді уақыт пен кеңістіктің ақпаратын сақтап тұрған табиғи кристалдар. Олардың үнін тек рухы таза жан ғана ести алады. Гравитациялық аномалиялы таулар. Қайласта да Оқжетпесте де. Бұл таулардың айналасында уақыт өзгеше ағады. Оқжетпестің басына шығудың қиындығы тек физикалық биіктікте емес, оның айналасындағы ерекше гравитациялық өрісте. Тау өзіне лайық емес, пиғылы бөтен жанды кері итеріп жақындатпайды. Мистикалық қорған. Екі шыңда қол тигізуге болмайтын мекендер. Қайласқа ешбір альпинист табаны тимеген болса, Оқжетпесте ертеде тек таңдаулыларға, батырлар мен абыздарға ғана өз құпиясын ашқан. Бұл жердің көкпен тілдесетін нүктесі болған. Қазірде Оқжетпеске арнайы дайындықпен ғана шығады адамдар. Көп адамды жақындата бермейді. Оқжетпес қазақ даласының қайласы. Алысқа көз тігіп, әлемнің екінші шетінен керемет іздеудің қажеті жоқ. Біздің Бурабайдың төрінде паңда асқақ кейіпте Оқжетпес тұр. Ол мыңжылдықтар бойы өз энергиясын жоғалтпаған. Ғаламдық порталдардың бір бөлігі. Оқжетпестің тастары сайрап тұр. Олар ежелгі сақтар мен құндардың ізін, көшпенділердің рухын бойына сіңірген. Бұл тауға қарағанда сіз тек сұлулықты ғана емес, ғаламның терең үнсіздігін көресіз. Оқжетпес біздің рухымыздың алтын қазығы. Ол қайласпен бір толқында тербелген. Қазақ жерінде ғарыштық қуат беріп тұрған киелі нүкте. Бір көрген адамның санасында мәңгілікке таңба болып қалатын, тастары сыр шертетін бұл шың, адамзат әлі шеше алмаған ұлы жұмбақ. Егер біз қайластан тура сол оңтүстікке қарай сызық тартсақ, ол Евразия материгінің қақ ортасынан өтеді. Оқжетпес пен қайластың байланыстары бір-біріне жақын орналасқан. Бірі 81 градус және 70 градус. Бұл оларды бір энергетикалық меридиандық дәліздің бойында жатқандай көрсетеді. Сакралды ғаламдық геометрия бойынша мұндай киелі таулар белгілі жұлдыздық жүйелердің жердегі проекциясы болып саналады. Қайлас тауының айналасында уақыт тез жүретіні, шаш пен тырнақтың тез өсуі, ғылыми жұмбақ болып қалуда. Оқжетпес пен Бурабай өңірінде де осыған ұқсас уақыт аномалиялары байқалады. Бурабайдың гранитті жартастары, соның ішінде Оқжетпес, кварцқа өте бай. Кварц ақпарат сақтаушы және тербеліс беруші минерал. Оқжетпестің етегінде адамның демалысы жиілеп, медитативті күйге түседі. Осы кварцтық тербелістің қайластағыдай жоғарғы деңгейде екен көрсетеді. Қайлас Шива құдайының мекені деп саналады. Жергілікті халықтың айтуы бойынша ешкім шыға алмаған шың. Оқжетпес Абылай ханның тұсындағы сұлу қыздың тағдыры туралы аңызбен байланысты, халық аузында ешбір мергеннің оғы жетпеген шың. Екі аңыздың астарында бір ғана код жатыр. Бұл жерде физикалық күшпен емес, тек рух тазалығымен ғана жақындауға болады.
Оқжетпестің басындағы жұмбақтас пен қайластың бетіндегі күн мен ай таңбалары екеуі де ғарыштық циклдардың жердегі көрінісі. Неге олардың басына шығу қауіпті? Екі таудың да пішіні пирамида секілді жаратылған. Пирамида пішіні энергияны орталыққа және шыңға жинайды. Сондықтан қайластың шыңына шыққан адам физикалық және психикалық соққалады. Оқжетпестің басында адамның түйсігі күрт ашылады немесе керісінше қорқыныш билейді. Бұл пирамиданың фокусында тұрған энергияның әсері. Егер қайлас жер шарының тәждік чакрасы болса, оқжетпес ұлы даланың көмей чакрасы іспеттес. Бірі әлемге үнсіздік арқылы энергия берсе, екіншісі сол энергияны дала рухының үніне айналдырып тұр. Оқжетпесті екі көзбен көргеннің өзінен бойыңа күш жиналады. Қайласқа бару бұл үлкен сынақ. Физикалық және саяси кедергілер көп. Барған кісілер біледі, жергілікті билігі елдің тауға тек алыстан жақындатады. Әрине, сәті түссе барып көріңіз. Неге Бурабайға бару керек? Себебі 1 маусым осындай үлкен энергияны сезіне алатындай үлкен ретрит өткелі тұр. Бұл ретрит жайлы ақпарат алғыңыз келсе, төменге Фарида қыз бен Күмісай ханымның номерін қалдырамын. Сол жерге хабарласып, ретритке қатысу құны мен қатысу күні жайлы ақпарат ала аласыздар. Қайласқа бару бұл үлкен сынақ. Физикалық және саяси кедергілер көп. Барған кісілер біледі, жергілікті билігі елдің тауға тек алыстан ғана жақындағанын қалайды. Әрине, сәті түссе барып көріңіз. Бірақ көп адамның мүмкіндігі көтере бермейді. Жолы өте алыс, ал Оқжетпес біздің қанымыз бен жанымызға жақын кілт. Туған жердің коды. Адам өз топырағындағы қасиетті жерден энергияны 10 есе тез және қауіпсіз қабылдайды. Өйткені біздің генетикалық кодымыз осы граниттердің тербелісіне бейімделген. Ұлттық мақтаныш. Оқжетпес атауының өзінде жеңілместік, биіктік және рухтың еркіндігі жатыр. Пирамида пішінінде бұл жартас біздің ата-бабамыздың аспанмен тілдескен нүктесі. Оқжетпеске қарап тұрып, адам өзінің де ішкі шыңын сезіне алады. Оның пирамида тәрізді мүсіні біздің тарихымыз бен табиғатымыздың мызғымас белгісі. Көзбен көріп, таудың күшін сезіну үшін Тибет асудың қажеті жоқ. Бурабайдың ауасы мен Оқжетпестің айбыны кез келген мистикалық ізденіске жауап бере алатын құдіретті күш. 1 маусымда Бурабайға бару бұл жай ғана саяхат емес. Бұл өз тамырыңмен, даланың тылсым энергиясымен қауышу болмақ. Кенесары хан үңгірінің қабырғасына қолыңызды тигізгенде, сіз миллиард жылдық геологиялық тарихпен бертіндегі хан Кенесарының рухы тоғысқан нүктені ұстап тұрасыз. Бұл өткен шақпен физикалық байланыс орнатудың ең төте жолы. Үңгірдің ішкі формасы дыбыс пен тербелісті ерекше өңдейді. Ежелгі ғаламдық түсінік бойынша мұндай жерлерде адамның ішкі дауысы күшейеді. Кенесары ханның бұл жерді таңдауы тегін емес. Мұндағы тыныштық сыртқы әлемнің шуынан қорғайтын және адамды өз табиғаты мен жүректегі құдайымен бетпе-бет қалдыратын энергетикалық қалқан. Өткен кезеңге жақындау сезімі бұл біздің генетикалық жадымыздың оянуы. Оқжетпес аспанға бағытталған вектор болса, Кенесары үңгірі жер ананың құшағы, оның тереңдегі сырын сақтаушы орын. 1 маусымдағы саяхат бұл уақытта табиғат оянып, тастардың бойындағы энергия айналымы ең жоғарғы шегіне жетеді. Күн сәулесі үңгір ішіне белгілі бір бұрышпен түскенде тастағы іздер мен өрнектер тіріліп әсер етеді. Кенесары үңгіріне бара жатқан жолда және үңгірдің жоғарғы жағында жартастардан қашалғандай болған аңдардың, арыстан, тасбақа, аю бейнелерін көресіз.
Бұл мүсіндердің көбі күннің шығу немесе бату бағытына қарап тұр. Мысалы, тасбақа бұл байырғы мифологиядағы әлемді арқалап тұрған киелі нышан. Тұрақтылықты, жердің беріктігін білдіреді және ол оқжетпеске бағытталған. Бұл пирамида мен оның қорғаушысы арасындағы энергетикалық байланыс. Үңгірдің ішкі қабырғаларындағы іздер мен өрнектердің орналасуында су мен жел эрозиясының математикалық қисыны жатыр. Табиғи іздердің басым бөлігі үңгірдің ішіне енетін ауа ағыны мен дыбыс толқынының нүктелерімен сәйкес келеді. Егер үңгірде отырып, төмен дауыспен дыбыс шығарсаңыз, тастағы сол іздер дыбысты күшейтіп, бүкіл денеңізге діріл береді. Бұл миллиард жыл бұрын қаланған табиғи акустика. Оқжетпестің жартас қатпарларына мұқият қарасаңыз, оның белгілі бір биіктігінде адамның жүзі немесе көз тәрізді бейнелерді байқауға болады. Ғаламның сіз білмеген тылсым құпиялары неге жұмбақтас түрлі кейіпкен еді? Бұл бейнелер жұмбақтасқа тура қарап тұр. Бұл бақылаушы мен нысан заңдылығы. Оқжетпес биік рух, жұмбақтас құбылмалы тағдыр. Олардың арасындағы көрінбейтін сызық бурабайдың басты энергетикалық өсі. Табиғат бұл іздерді кездейсоқ салмаған. Олар жердің магниттік өрісі мен ғарыштық сәулелерінің тасқа жазылған стенограммасы. Үңгірлердің әрбір тасы мен биік шыңы тәніңізді тербетіп, саныңызды шексіздік кеңістігіне алып шығатын құдіретке ие. Энергияңыз аспанмен біріккен кезде, өзіңіз сияқты қуат көздері ашық жандармен бір кеңістікте тілеген тілек, ой одан да тез орындалады. Сондықтан да қазір жаратқанның қалауымен барлық бұрынғы қасиетті орындар, порталдың көбі біздің қазақ жерінде ауыстырылды. Енді ол жерлердің киесі мен құдіреті өзіміздің бурабайда, мұзтауда, бозжырада. Қазақ жері бұрыннан да киелі, қасиетті жерлерге тұнып тұр. Енді жаңа энергиялардың келуімен сол орындар бәрі оянады. Алдағы уақытта ғалам мектептерінің ашылуын осы YouTube арнадан хабарлап отырамыз. Сондықтан да әр жарияланған видеоны мұқият тыңдауларыңызды сұраймыз. Құрметті оқырмандар, 1 маусымда өтетін бурабайдағы ретритқа қатысамын десеңіздер, төмендегі номерге хабарласа аласыздар. Ретриттің ұйымдастыруына жауапты Күмісай ханымның Instagram парақшасы мен хабарласу нөмірін қалдырамын. Назарларыңызға рахмет.